Екі өкпесіне мұз қатқан Екібастұзда төтенше жағдай режимі аяқталды. Сүйінші ақпарат шыққанымен қалпына келтіру жұмыстары әлі жалғасып жатыр. Бұған дейін айтқанымыздай, апат салдарымен күреске Павлодар облысынан бөлек басқа да өңірлерден жұмысшылар тартылған. Енді солардың біраз уәделі қаржысын ала алмай, үйлеріне кері қайта алмай, Екібастұзда сенделіп жүр. Қазіргі ахуал жайлы әріптесім айтады. Бұл жұмыс бригадасы Астанадан арнайы Екібастұзға келген. Мұнда жүргендеріне аптадан асыпты. Күндік төлемақы жұмыстың көлемін бәрін тәптіштеп алғанымен, көмекке шақырғандар уәделерінен айнып, 3 күндік жұмыстың ақысын төлеп, үйлеріңе қайта беріңдер депті. Толық алмадық біз. Сөйтіп уже жұмысқа деген қызығушылығымыз кетіп қалды. Сонда да көмектесіп жатып қой халыққа деп, өзіміз жұбатып, бірақ кредитіміз бар, бала шағамыз бар, оларға да бірдеме беру керек. Көмекке келіп, өздері жәрдемге зәру болып қалған жұмысшыларға жергілікті тұрғындар демеушілік білдіруде. Bir шоғыры тамақ береді, енді бір тобы жабылып, қонақ үйге орналастырған. 4-ші мектепте алыстан келген Алматы, Астана, жан-жақтан келгендер жерде жатыр. Раскладушка емес, мен өзім көзіммен көрдім, жерде жатыр. Қазір бұларды ешқандай білінбейді, ауыртпалықтар білінбейді. Ертең 1-2 жылдан кейін үйіне барғаннан кейін 5-6 айдан кейін түгел аурулар шығады. Жап-жас балалар, обал. Ал жылуға жауапты компания, әкімдік бас қайғысымен әуре. Апатқа байланысты тексеріс, тергеу жүріп жатыр. Какие-то выводы делать. Қазір нақты кімнің кінәлі екенін басып айту қиын, толық тексерістен соң айқындалады. Ал жылу желілерінің тозғанына дауым жоқ. Апат жұмысшылардың нақтысы тек технологтардың қателігінен болды деп, соларды ғана айыптай салуға болмайды. Жалпы жылу желілерінде разбалансировка пайда болды. Енді осы бүгінгі күні таңнан бастап осы жылу желілеріндегі балансировка жұмыстарын бастадық. Үйлерге жылуды жеткізу мәселесін осы балансировкадан кейін толығымен тамамдайтын боламыз. Қазіргі уақытта су құбыры мен кәріз жүйелерін қалпына келтіру жалғасуда. Жылуға әлі қосылмаған 40 жекеменшік үй бойынша да жөндеу жүріп жатыр. Ал вице-премьер апат кезінде оңбай қателескен пәтер иелері кооперативіне бұл ұмытылмас сабақ болды деді. Олар жылу желілеріндегі суды дер кезінде ағызып жібермегеннің кесірінен көптеген үйдің құбырлары, батареялары жарылып, істен шыққан еді. Нұрғанат Омарұлы, Еуразия, 1 арнасы.